деп үйреніп қаптым. Қайырлы күн қыздар, қалдарыңыз қалай? В общем, қыздар, жаңағы кешеден бері айтып отырмын ғой, чайник техникасын курсы. Бағана мен бокста отырсам, бір қыз жазып жіберіпті маған. Очкисіз мен бір түрлімін өзі негізі, очки тағып алайыншы. Бірақ очкимен көзім көрмейді. В общем, бокста отырсам, бір қыз жазып жіберіпті да мағаншы. Жазған жоқ, звондап жатыр. Мерет ханым, ана біреу чек изобилие техникасын тағы да қашан жасасақ болады деп. Чек изобилие техникасы көп адамдарда орындалмай жатады қыздар. Чек изобилие техникасын кәдімгі өзінің специальный несі бар, инструменті бар. Сол бойынша жасасаңыздар, нелеріңіз, сұраған ақшаларыңыз реально орындалады ғой. Мен вообще таңғалдым. Ана қыз маған суретін көрсетіп жатыр ғой. Фотосын көрсетім, қараңшы, мен тура ана жазған несі ровно 3 миллион и 2 пачка 10 мыңдық, бір пачка, мынандай бір кішкентай пачка 20 мыңдық тұр екен. Сонда 3 миллион сұраған, 3 миллион алған ғой қыздар. Сол үшін прям өзім қуаны, блин, так классно деп осы чайник техникасына, осы чек изобилие техникасын қосқым келіп отыр қыздар бонусқа. Сондықтан да егерде тіркелем десеңіздер, пожалуйста, тездетіп тіркеліп үлгер қалыңыздар, потому что бұл чайник техникасының сабағы, плюс еще чек изобилие техникасын ешкімге айтпаймын басқа деп па. Сондықтан да тездетіп, тездетіп тіркеліп үлгеріп қалыңыздар қыздар. Чек изобилиясы кім осы жерде чек изобилие толтыратын қыздар бар ма? Армандарыңыз орындалып жатыр ма? Айтыңыздаршы маған. Чек изобилие техникасын толтырған кезде армандарыңыз орындалып жатыр ма? Каймен қайда, Каймен? Вот она, Каймен, Восток бағытында екен ғой бүгін. Чек изобилие толтырған кезде армандарыңыз орындалып, сұраған ақшаларыңыз келіп жатыр ма? Соны айтыңыздаршы маған. Ой, представляешь, көзім вообще көрмейді. Очкимен вообще көзім көрмейді ғой, представляете? Без очков я уже хорошо вижу. Сондықтан да осы чайник техникасына қыздар жаңаға нені қосатын болам? Чек изобилие, чек изобилие техникасын қосатын боламын. Ол жерде специальный өзінің императорский размері болады қыздар. Сол размері бойынша кәдімдей свечи жағып, ол кәдімдей үлкен практика қыздар негізі. Поэтому егерде қосылам десеңіздер, тездетіп осы чайник техникасын курсына қосылып алыңыздар. Сонда бір оқпен екі нені атасыздар ғой. Плюс чайник техникасын үйреніп аласыздар, плюс еще чек изобилие техникасын үйреніп аласыздар. И каждый раз, мысалы, ақша керек болды ма, бір срочно ақша керек болған кезде, именно сол чек изобилие тез қолмен кәдімдей қиятын жағын қиып, кесетін жағын кесіп, бүктейтін жағын бүктеп, чек изобилие техникасын жасап, ақша сұрайсыздар, и сол ақшаларыңыз сіздерге оңай жеңіл келетін болады қыздар. Сондықтан да осы чайник техникасының курсына именно чек изобилие императорский размермен қалай жасау керек, соны қосатын боламын бонусқа. Сондықтан да қазірден бастап, қанша орын қалды? 30 орын ғана қалды ғой деймін. 30 орын ғана қалды, тездетіп тіркеліп қалсаңыздар болады. Сонда сіздер чайник техникасын үйренесіздер, плюс еще жаңағы чек изобилие техникасын үйреніп аласыздар да, каждый раз соны жасап отыратын боласыздар қыздар, Енді чайник техникасы маған бір қыз жазып жіберіпті, оны сіз жасайсыз ба деп. Мен жасамаймын қыздар, мен жасамаймын. Чайник техникасын мен сіздерге үйретемін. Мысалы, денсаулықта өзінің сұрайтыны бар, әр адамның туған күн, ай, жылмен саналып бағыты бар. Сол бағытқа қаратып, қолайлы күндері жасасаңыздар, чайник техникасы сіздерге өте жақсы көмегін беретін болады. Так, стабильность. Не крылья подходит. Сондықтан да именно осы чайник техникасының курсында сіздер мықты ақпарат алайын деп отырсыздар ғой қыздар. Мықты ақпарат. Именно вот плюс еще чайник техникасында ақшаға қатысты ақша сұрайсыздар, плюс еще чек изобилиясын жасап,
мықты ақша өздеріңізге шақыратын боласыздар, қыздар. Бәрі жұмыста ғой деймін, иә. Чайник техникасын плюс бізде, мысалы, әр бағыт 20 күннен болады ғой. Например, біз байлыққа бастайтын болсақ, байлықтың бағытын біз 20 күн жасаймыз, иә. Сол бойынша челлендж, мысалы, мен қарыздан құтылу техникасында қыздармен челлендж жасап отырмын ғой. Тура сол сияқты осы чайник техникасын барлығымыз бірге жасайтын боламыз. 20 күн үзбей, кімде қандай результат болып отыр, кім қандай ақша алды, кімге қанша ақша келді, соның барлығын кері байланыста чатта айтып отыратын боламыз, қыздар. Мысалы, біз бастаймыз, иә, именно благоприятный күндері бастаймыз чайник техникасын, именно байлыққа бастаймыз. Дауысым шықпай қалды ғой деймін, иә, тағы да. Дауысым шықпай қалды ма, қыздар? Қыздар, жазып жіберіңіздер, дауысым шықпай қалды ма? Дауыс жоқ дейді, қазір.